Асхат Садырбай, журналистпін. Тариф көтеру, бағасын есептеу, ол солардың компетенциясында ғой. Бүкіл 20 регионның ішінде Шымкенттің әкімдігі бөліп отыр. Ыстық тамаққа, жеке меншік балаларға, мектептегі балаларға. Канализация да жоқ. Ол жерде су да жоқ. Ертең сол жерде тамақты қалай береді? Енді бұрын қалай тамақтанып жүрді? Таңертең 8:30-да бірінші класстың баласы қалай палауды жейді, қалай бешбармақ жейді, қалай қорытады. Денсаулық сақтау министрлігі менюді өздері бекітіп берді. Оған сертификат таппаймыз біз. Айлықты қалай төлейміз біз, ақшаны қалай төлейміз, коммунальный услуганы қалай береміз. Бар ма сондай производитель Шымкентте? Ал оған фактически үлгеру, физически үлгеру мүмкін бе? Оны үлгересіздер ма? Үлгереміз. Мектептегі тамақтанудың жаңа стандартына қатысты шу шықты. Шымкенттік 100-ге жуық кәсіпкер мектептегі мәзір өзгергенмен бөлінетін қаражат сол баяғыша өзгеріссіз қалды. Ал бір аптадан соң сабақ басталады. Әкімдіктер мен басқарма басшылары біздің жазған хаттарымыз бен қоңырауларымызға жауап бермей отыр деп дабыл қағуда. Бұл арнайы шығарылым сіздермен бірге мен Асхат Садырбай. Меню, которое было утверждено и спущено Министерством здравоохранения, оно было принято еще в конце декабря прошлого года. И, соответственно, Министерство не учло замечания и предложения профильных ассоциаций, которые именно работают в школьном питании. Было много замечаний касательно содержания, наполнения данного меню. В частности, по рекомендации Министерства просвещения было предложено сделать один день в неделю днем национальной кухни. Так, по пятницам сейчас в предложенном меню включены национальные блюда, однако на многие продукты, которые будут использоваться в национальных блюдах, отсутствуют производители с сертифицированными продуктами. Это вызывает определенную тревогу у предпринимателей. Қазақстан мектептерінің асханаларына бөлінетін қаржы орта есеппен бір балаға күніне 600 теңгеге де жетпейді. Кәсіпкерлер оқушыларға сапалы, ұлттық тағамдар беруге құлықты, бірақ жүк олардың мойнында, ал жауапкершілігі бюджетте. Очень много блюд в меню, они носят, знаете, банкетный характер. То есть их готовят на банкетах определенными порциями. Готовить на большое количество детей одновременно очень тяжело и проблематично. Тем более в условиях, когда большинство школ имеют устаревший фонд оборудования, площадь помещения не позволяет обновить и поставить новое оборудование. Все это вызывает у предпринимателей определенные справедливые тревоги, так как мы понимаем, что завтра мы с этим меню не сможем работать. Кроме того, то меню, которое было спущено Министерством здравоохранения, оно носит, конечно же, в первую очередь рекомендательный характер. Каждый регион должен был утверждать меню, исходя из возможностей финансовых бюджета своего, также исходя из региональных особенностей, то есть вкусовых привычек детей, что не было сделано. И на сегодняшний день еще большую озабоченность вызывает то, что меню Министерства здравоохранения было принято без изменений в том варианте, которое было спущено. И, соответственно, мы не знаем, какое финансирование будет теперь, будет ли финансирование соответствовать этому меню. Потому что по расчетам ассоциаций один день этого меню составляет 980 тенге. То есть в среднем месяц этого меню на одного ребенка будет составлять 1000 тенге. Кроме того, мы уже который год поднимаем проблему, что меню у нас включает только себестоимость продуктов питания без производственной наценки. Это та самая производственная наценка, которая будет покрывать расходы, налоги, коммуналку, аренду, зарплату. Если этих производственных затрат в меню не будет, это будет приводить к экономии на продуктах питания. И это в первую очередь скажется на качестве оказываемых услуг. Потому что предприниматели вместо масла будут использовать спреды, вместо сыра, сырные продукты. А у нас по поручению главы государства в первую очередь идет улучшение качества оказываемых услуг. Мы все нацелены на то, чтобы дети получали качественное питание. Еліміздің мектептерінде балалардың ас мәзіріне ұлттық тағамдар енгізілмек. Бала денсаулығы үшін бұл құптарлық бастама сияқты. Алайда аядай асхананы да жалға алып отырған кәсіпкерлер наразы, себебі жаңа мәзір қосымша шығынды талап етеді. Ал оған бюджеттен бір тиын да қарастырылмаған.
Қазақтың тағамын насихаттау дұрыс, бірақ оның барлық ауыртпалығын кәсіпкердің мойнына арту әділетті ме дейді олар. На сегодняшний день в Чимкенте стоимость финансирования не менялась с прошлого года. Она составляет 531 тенге на одного ребенка. И мы прекрасно понимаем, что на эту сумму обеспечить качественным питанием в соответствии с новым меню не представляется возможным. Но мы прекрасно понимаем, что Казахская академия питания, конечно, они руководствуются международными стандартами, ЮНИСЕФ, ВОЗ. Но мы прекрасно также понимаем, что у нас почти все школы в Казахстане перегружены. У нас нет возможности увеличить продолжительность перемены, чтобы дать детям больше времени на то, чтобы поесть и эту еду съесть. На сегодняшний день, да, из нового меню почти килограмм еды составляет. Как ребенку, который пошел в 1 класс, это количество еды за ограниченное время 5-минутную перемену съесть. Естественно, это все пойдет в отходы. Мы, понимаете, еще у нас обоснованное и, во-первых, и недовольство, и опасения вызывает, что вместе с этим стандартом школьного меню вводится так называемый индекс несъедаемости. То есть, если больше 30% отходов будет составлять, это будет говорить о том, что предприниматель некачественно оказывает услуги. Мы же говорим об обратном. Мы говорим, что отходы будут появляться не из-за того, что некачественные услуги, а несколько факторов будут этому способствовать. Во-первых, ограниченная перемена. Во-вторых, большое количество еды, которую детям необходимо будет съесть в ограниченное время. В-третьих, это очень много несочетаемых продуктов, например, молоко, огурцы, хурма, кефир. То есть мы все прекрасно, как обыватели, я как мама 14-летней дочери знаю, что такие несочетаемые продукты, они все равно вызовут расстройство кишечника. И в этом вины предпринимателя нет. Но завтра спрос будет с предпринимателей, которые оказывают услуги. Потому что родители придут и начнут претензии предъявлять поставщику горячего питания. Бастама дұрыс па, әлде атүсті шешім бе? Балалардың денсаулығы мен сапалы тағамы кімнің жауапкершілігінде? Бюджеттен қаржы қаралмай тұрып, талап қою қаншалықты қисынды? Сәуле Сансызбаева, саламатсыз ба? Да, саламатсыз ба? Мен есім Асхат Садырбай, журналистпін. Жаңа оқу жылы басталады. Мектептердегі жаңа мәзір бойынша жаңа мәзір бекітілген, бірақ қаржы мәселесі қарастырылмаған, реттелмеген. Осы бойынша бұл кісілердің енді бір топ кәсіпкерлер жиналған. Осы енді кімге Біз бекітеміз оны образованияға сұрақтар. Образование. Дальше они же должны делать. Единственное, біз бекітеміз, да, а дальше тариф көтеру, бағасын есептеу, ол солардың компетенциясында ғой. Президентіміздің тапсырмасына сай, Маңғыстауда болған ондай случай, Жамбылда болды, мектептің 300 оқушысы отравление болып, қандай жағдайлар болды. Премьер-министрдің өзінің 20 ноябрьдегі тапсырмасы бар. Бүкіл мектептерге типовой меню бекітіп беру бойынша. Сол бойынша Министерство просвещения мен жаңағы біздің Министерство здравоохранения екеуі арасында дорожная карта әзірленіп, и комитетке бізде действительно біз ешқашан бекітпеген болатынбыз менюді. Оны мектеп өзі бекітті, өздері жасап жүрген. Яғни сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ па бұл мәселеге? Ол бізге менюді біздің Минздравтағы комитет санэпидконтролі, потому что они надзорные органы, ертең солар жауапты болады. Астана утверждают меню, да, будут какие-то определенные изменения, возможно, небольшое финансирование будет увеличено дополнительно, да. Алмата также, но пока все на словах, понимаете? Все регионы, которые обещают, что будет повышение финансирования, все на словах. Ни одного приказа мы не видели пока. Поэтому утверждать со стопроцентной вероятностью, что вот такие-то регионы стоимость финансирования подняли, я не могу, потому что нет письменного приказа. Все на словах, да, все на словах. Мы, конечно, надеемся на то, что будет увеличение, потому что мы все прекрасно понимаем, продукты, рост цен на продукты идет колоссальный. И надо еще, знаете, какую проблему здесь отразить? Дело в том, что когда меню составляется, цены на продукты питания закладываются по данным стат сведений, хотя они не соответствуют действительным рыночным ценам. Вот если взять стат-данные по городу Алматы на июль месяц, мясо по стат-данным составляло, мясо говядины килограмм 3020 тенге. Но это цены, которые не соответствуют реальным ценам, потому что на сегодняшний день мякоть говядины уже больше 5000 тенге. И аналогичная ситуация и в городе Шымкент. Мы знаем прекрасно, что у нас мясо практически все на экспорт за границу уходит. Соответственно, на внутреннем рынке мясо не остается.
подается. Если в меню предлагают икру из баклажан, которые дети, ну мы все прекрасно знаем, дети начинают такие продукты кушать в более взрослом, осознанном возрасте. Я на примере своей собственной дочери говорю. И там технология изготовления этой баклажановой икры очень тяжелая. Баклажаны запекаются отдельно, потом кожура чистится, потом это разминается. Вы понимаете, чтобы такой технологически сложный продукт готовить, нам нужно отдельно иметь единицу, которая будет этим заниматься. Или же, например, с примером жента. 20 грамм должна быть формовка жента. Это если у нас есть большие школы, вот особенно на Чимкент, да, есть школы, которые переполнены, и где одновременно, допустим, начальная школа составляет 1200-1500 учеников. Представляете, на 1500 учеников формовку сделать по 20 грамм жента. Его надо приготовить, его надо заморозить, чтобы он схватился, и развешать, чтобы это было 20 грамм, потому что завтра этот продукт будут перевешивать, и если не будет хватать веса, это будет нарушение со стороны предпринимателя. Ну, сейчас, конечно, вводят в эксплуатацию новые школы, так называемые комфортные жайлы мектептер, да, но, к сожалению, очень много школ, которые еще со старого фонда, где не было, допустим, масштабной модернизации. Соответственно, эти школы не могут похвастать, потому что сейчас меняются санитарные требования, в то же время эти санитарные требования и к пищеблокам меняются. Сейчас, если в свое время эти пищеблоки соответствовали санитарным требованиям, то в нынешних реалиях они не соответствуют. И, соответственно, все, допустим, новое оборудование привести и поставить, которое бы можно было использовать в технологическом процессе, невозможно, потому что площадь этих пищеблоков не позволяет. А чтобы сделать модернизацию, это надо, значит, полностью перестраивать пищеблок школы. Это время, это деньги. А где в это время тогда будут учиться ученики? Мектеп асханасының мәзіріне құрт, жент қана емес, айран мен құрма да қосылмақ. Қазақ ұлттық тағамтану орталығы ұсынған жаңа мәзірде тағамдардың граммына дейін белгіленген. Алайда мәзірді жасағанда кәсіпкерлермен ешкім ақылдаспаған. Арнайы жиналған топ бүгін Шымкент қаласының әкімдігіне барды. Бизнес иелері биліктен нақты қадам күтуде. Ассоциацияның мүшелері келіп тұр сізге. Мен сол ассоциацияның вице-президентімін. Сізден мен жұма күні естідім, что уже бекітілді ас мәзірі. Енді 1 сентябрьден бастап осы ас мәзірімен кәсіпкерлер жұмыс істейді. Бірақ мен сізден сұрағанда сіз айттыңыз, вот жіберген сол күйде сол түрімен бекітілген меню. Сол ма рас па? Енді қараңыздар, 320 қаулыны жақсы білесіздер, 64-ті жақсы білесіздер. Биылғы жылғы өзгеріс бұл денсаулық сақтау министрлігі менюді өздері бекітіп берді. Сіздерді де ұтылмайтындай қылып, барлығын заң жүзінде реттейміз. Жаңағына мен Түркістанмен де хабарласып жатырмын, әлі ешқайсысы бекітілген жоқ. Біз енді тез бекітілген жерде дәл денсаулық сақтау министрлігінің бізге ұсынған вариантын біз бекітіп реттеп қойдық. Бірақ оны әлі қарай еш жерде жіберілген жоқ. Ең бірінші мәселе ол рекомендательный меню. Сол прям жіберген түрде оны бекітуге ешқандай қажеттілік жоқ. Оның да ұсыныс ретінде ол оның ішінен керек нәрселерді тек қана алуға болады. Потому что ол менюнің ішінде бір талай рисктері бар. Сіз айттыңыз, 3-ші нұсқадағы меню шығады деп. Иә, уже шықты. Бүгін министерствомен хабарласқанда олар айтты, біз қазір оны мемлекеттік тілге аударып жатырмыз. Егер көмектессеңіз, онда тезірек жібереміз региондарға. Ол меню ассоциацияның қатысуымен жасалған меню, ол именно сондай тағам ішінде балалар жейтін тағам. Енді қараңыздар, кез келген нормативті құқықты акті жаңадан жарық көрген кезде уәкілетті органның, ол денсаулық сақтау басқармасы, ол оқу ағарту министрлігі бола ма, денсаулық сақтау министрлігі бола ма, барлығы кәсіпкерлермен, атамекенмен алдынан өтеді. Барлық ассоциациялардың алдынан өтіп барып, өздеріне плюс деген болғаннан кейін ғана жарыққа, әділетке менюсы арқылы шығарылады. Оны білесіздер. Сондықтан мына менюді де олар жарыққа шығарды. Мүмкін осы жерде кеткен қателіктер бірдеңелер болатын болса, 3-ші вариантта шығарып тұрған шығар. Біз оны да аламыз. Сондықтан кәсіпкерлер былай жасайық.
біздің жаңағы басқармамен, экономика басқармасының денсаулық сақтауы бар. Сосын біз кімдерді шақырып отырық, диетологтарды шақырып отырық. Ішіндегі барлығының санап, мөлшерін барлығын санап, сосын барып қаржыны, егер де нормативтік актілердің бәрі сәйкес келетін болып жатса, онда біз экономикадан қаржы сұраймыз. Неге оны айтып тұрмын? Потому что үстіндегінің барлығы, қосылатын сумманың барлығына міндетті түрде құқықтық бізге баға болу керек, нормативті акт болу керек, ереже болу керек, бірдеңеге біз сілтеме жасауымыз керек. Сіздерге белгілі 64-ші қаулы биылғы жылы мемлекеттік деп тұратын еді. Айс алса да балалар, жаңағы мектепке жол акциясы болса да мемлекеттік мектептегі балалар еді. Биылғы жылы мемлекеттік деген сөзді алып тастап, қазіргі таңда жекеменшік балаларға да мектепке жол акциясына қаражат бөліп жатырмыз. Міне 1-2 күндікте ол норматив өзгерді, бірден қаражат қарастырып, бюджеттік өтінім беріп, соны біз отырғызып берейін деп жатырмыз. Ол бар. Неше жылдан бері Шымкенттің әкімдігі мына жақтан жалпы частный жекеменшік мектептің балаларына қаражат бөліп жатыр. Бүкіл 20 регионның ішінде Шымкенттің әкімдігі бөліп отырған. Ыстық тамаққа, жекеменшік балаларға, мектептегі балаларға. Мен сіздерге жалпы жасалынып жатқан жұмысты айтып тұрмын. Енді бүгінгі келген сіздердің сұрақтарыңызға байланысты біз барлығын егжей-тегжей қараймыз. Мен кеше ғана Августовкадан келдім. Бүгін біз жан-жақтан барлық мамандарды жинап жатырмыз. Министрлікпен тағы да хабарласамыз. Жаңағы денсаулық сақтау министрлігімен хабарласамыз. Содан кейін ғана бір шешімге келіп, сіздермен мен ұсыныс білдіртейін, біздің басқармада жинала қоямыз. Тағы мен айтайыншы, мынау бекітілген менюның ішінде тек қана қаржы мәселе емес, оның ішінде бір рисктер, мен айтып жатырмын ғой, орысша айтқанда рисктер бар. Потому что оның ішінде мынандай тағамдар бар да, ұлттық тағамдар. Оған сертификат таппаймыз біз. Ертең бүкіл мектепке алып келетін поставщиктеріміз да жоқ. Ішінде курт бар, с содержанием соли 1% на 100 грамм продукта. Ішінде йогурт, пребиотиктер бар. Сіз енді сол менюді бекіткен кезде уәкілетті органға хабарластыңыз ба? Жаздық, барып келдік. Өкінішке орай, олар тек қана Казахская академия питания, олардың ұсыныспен бекітілген меню ғой. Олар бізге ешқандай зерттеп исследование или айтады ғой, международный опыт. А қандай международный опыт? Бізге ештеңкені көрсетпей жатыр. Мысалы, қазір полный запрет соков. Мен айтып жатырмын да, осы жерде Түркістан облысында Делиш деген керемет соктарды шығарады. Прямого отжима ішінде қант жоқ. Олар бізге келіп ассоциацияға айтып жатыр. Давайте мектепке сондай сокты береміз. Жаңа меню бойынша соки полностью под запретом. Бірақ жаңадан шығарған йогурты с пребиотиками бізде Қазақстанда ондай өндіріс. Түсініп тұрмын. Енді айтып тұрмын. Не нәрсені жасаса да маман жасасын деген ниетпен денсаулық сақтаудың министрлігі соны бекітіп беріп тұр. Сіз айтып тұрсыз, рекомендательный дүние деп. Бірақ олар маман ғой, бізге бекітіп беріп тұр ғой. Значит, сок сәйкес келмейді деген дүние. Сіздің өзіңіздің жеке көзқарасыңыз, Түркістандағы мына өнімді алсақ болады ма деген. Жоқ. Запрет беріп тұр бізге денсаулық сақтау. Түсініп тұрсыз ғой. Мысалы, жаңа талап деген жерде, птицефабрикада кейіннен қалаға қосылған мектептер бар. Ол жерде канализация да жоқ, ол жерде су да жоқ, мысалы. Ол жердің нелері, асханалары сәйкес емес, снипқа сәйкес салынбаған. Ертең сол жерде тамақты қалай береді поставщиктің кінәсі жоқ. Сіз айтып отырсыз, здравоохранение оны бекітіп беріп отыр, біз оны орындауымыз керекпіз. Дұрыс, біз барлығын түсініп отырмыз. Бірақ сіз осы Шымкент өңірінде осындай мектептеріңіз болғанын біле тұра, оған жол берсеңіз, ертең ол жұмысты қалай орындайды поставщик? Сіз оған қандай рекомендация бересіз? Жалпы мына Шымкенттің миллионник болатын кезінде қосып қойған дүниелер бар, мектептер бар, оның барлығы. Оның ішінде сіздердің алған бар шығар, жаңағы асханаларыңыз бар шығар. Бірақ ол асханаларды жайлап біз реттеп жатырмыз қазіргі кезде. Қалай тамақтандырамыз? Енді бұрын қалай тамақтанып жүрді олардың бәрі? Жаңа менюда бір талай шиканкалар бар. Мен енді мынандай қосайыншы. Ас мәзірінде біз таңертең балдардың барын нету үшін расписаниемен где-то 8:30-нан бастап тамақтандырамыз. Таңертең 8:30-да 1-ші класстың баласы қалай палауды жейді, қалай бешбармақ жейді, ол бір. Екіншіден, мен бетіп санап қарадым, кей күні 600-700 граммға дейін бала тамақ жейді бір рет. 5 минут, 10 минуттың ішінде ол уақыт жете ма, жетпей ма? Жетпейді ма, это одно.
екінші қалай қорытады. Сүт беріледі. Қазір балдар сүт ішпейді. Менің үйімде немерелер ешқайсы сүт ішпейді. Балдарым да ішкен емес. Ертең оның барлығы 30% ысырап болды деп ол кезде тағы да бізді кінәлайды. Өтінішімізді айтайық деп жатқаным, бізге бұрынғы менюмен жаңа жылға шейін мүмкіншілік берсеңіз, оға шейін біздің ассоциацияның ұсынған 3-ші партиясы шығып қалатын шығар деген өтініш қой сізге келіп тұрған. Қаржы қарастыру үшін бізге меню керек. Менюдің барлығын жаңағы сіздер айтқандай калькуляциясына барлығын қарастыруымыз керек, есептеуіміз керек. Солай ғой. Содан кейін ғана барып, ол үшін кәсіпкерлер былай жасайық. Айттым ғой, тез арада біз жаңа 2 министрліктің өкілін қатыстырып, сіздермен Zoom ұйымдастырайық, сіздердің өтініштеріңізді ол жаққа жіберейік, айтайық, сол жерден ортақ бір шешімге келетін қылып. Содан кейін барып, егер де мына менюмен қаламыз деген дүниелер болатын болса, ол өздерінің бекіткен менюлар бойынша, онда оның қаражаты бойынша біз экономикамен сөйлесеміз. Бізде жазда кухонный работник дегенде біз жоғалтамыз. Поварларымыз қалады, а кухонный работниктер басқа жұмыста іздеп кетіп қалады. Сондықтан бізге ол адамдардың санын жинауымыз керек, комплектовать етуіміз керек. Біз олардың санитарный книжкаларын бәрін оны сіз жасай бересіз ғой. Міне 1-2 күндікте біз сіздерменен, енді маған мүмкіндік беріңіздер. Бүгін ғой понедельник, түсіндіңіздер ғой. Кешені инстаграмда сайрап жатыр министр. Тек бала ыстық тамақ ішеді, тек бала ыстық тамақ ішеді. Сол кезде выпечка болмай ма сонда біріншіден. Екіншіден ыстық тамақ ішетін 1 мен 4-ке дейін, сосын арасында айспешник бар. Одан қалған балалар не ішеді? Біз выпечка ыстықтай подавать етеміз ғой. Сонда ертең біз битіп отырсақ, айлықты қалай төлейміз біз, ақшаны қалай төлейміз, коммунальный услуганы қалай береміз? Осы мәселе бойынша жауап берсеңіз өте дұрыс болар еді. Мен осы тұста бір сұрақ сұрайыншы, Гүлназ ханым, қараңыз, 1 аптадан кейін сабақ басталады. Ал оған фактически үлгеру, физически үлгеру мүмкін бе? Ал егер үлгермеген жағдайда бұл кәсіпкерлер ертең не істейді? Яғни ескі менюмен, ескі мәзірмен мектепке тамақты алып келе бере ме? Не істейді? Бұл ситуациядан қалай шығады? Мен айтып тұрмын ғой, жаңағы айтылған дүниенің барлығы алгоритмі, бірінен кейін бірін жасаймыз. Ол үлгересіздер ме? Үлгереміз. Кәсіпкерлердің есебі бойынша мәзірді толық орындау үшін бір балаға бөлінетін қаржы кемінде 2 есе көтерілуі тиіс. Ал білім басқармасы әзірге бұл мәселені қарастырамыз дегеннен ара салмады. Ұлттық тағамды мектеп асханасына қосу құптарлық бастама, бірақ нақты қаржылай қолдау көрсетілмесе, құрт пен жент, айран мен құрма балалардың табағына емес, тек қағаздағы мәзірде ғана қалу мүмкін. Негізі осы тағы бір сұрақ туындайды, мектептегі тамақ асхана мәселесі. Сіздерде болған арнайы бөлім қарай ма, әлде мамандар, әлде сіздер? Маман қарайды. Арнайы маман бөлім қарайды. Яғни бұл кәсіпкерлер келісте тағы да бір мәселе туындаса қайда шығу керек? Міне бөлім басшысы Ақжарқын Испанова. Бөлімнің бас маманы Нұрсұлу деген маман. Осы кісілер осы кәсіпкерлермен тікелей жұмыс істеу керек. Тікелей жұмыс жасайды. Өйткені біз айтып жатырмыз ғой, жаңа неше түрлі жағдайлар болды. Оқушылар уланды, тамақтың сапасы нашарлап кетті деп. Жақсы, ол тек қана менюға байланысты емес қой кәсіпкерлер. Ол әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Әрқайсыңыз абыройға жұмыс жасауларыңыз керек. Солай ғой? Мен сол абырой үшін келіп тұр деп ойлап тұрмын. Өйткені әр баланың... Енді бұл жерде кәсіпкерлер өздері шырылдамаса, басқарма да тым-тырыс, акимат да тым-тырыс. Тым-тырыс емес, жұмыс жасалынып жатыр. Ешкім ешқандай хат алмаған ғой, ешкімде хат жоқ. Производственный затрат болу керек. Ол производственный затрат, налоги, коммуналка, аренда. Сіз қай облыстармен байланыстасыз? Қазір мен сізге айтам, 8 облыс 50% қосылып жатыр. Алматы бойынша біз 40% сұрап жатырмыз. Қызылорда облысы 30% сұрап жатыр производственные затраты. Оны давайте есептеп, хотя бы 22 статья расходов бар асханаларда, хотя бы 22 емес, но хотя бы жартысын егер покрывать етсе, ол да жақсы болады. Потому что егер ақша жетпесе, қазіргі кәсіпкерлер экономить етеді. На чем? На качестве продуктов. Сырдың орнына сырный продукт алады, майдың орнына спред алады. И ешқандай сапа қайтадан болмайды бізде. Қабылдадым, тыңдадым, сіздерді естідім. Содан кейін ертең шығарамыз.